Сәлем достар, ұзақ ештеңе түсіндірмеймін. Егер менімен бірдеңе болса, сіздерді жақсы көремін. Netflix анимациясы. Бір қарағанда өте қарапайым болып көрінді. Әрине қысқа екен. Өзімнің профессионалды көзқарасымен арнаға осы керек деп шештім. Бұл жайлы айтатын көп емес, қайғылы оқиға болды. Бірақ қайталап көргенде көп нәрсе байқадым. Алдымен айтып көрейін. Мультик депрессивті басталады. Бізге анимация не жайлы деген ой салады. Еркек пен әйел үндемей сұр түсті бояуда ас ішіп, бір-бірінің көздеріне қарап, ал олардың көлеңкелері ұрысып жатады. Бұл анимация қарым-қатынас жайлы деп ойлауға болады. Бірақ олай емес. Кейін бізге әйел екінші қабатқа көтеріліп, жуылған киімдерді алып жатқанын көрсетеді. Сөйтіп, кішкентай көк футболканы көреді. Кішкентай киім үлкендердікі емес екенін көреміз. Осы жерден отбасы баладан айырылғанын түсінеміз. Әйел көзіне жас алып, байқамай допты құлатады. Доп домалап жабық тұрған бөлмеге кіріп, өлеңді қосып қалады. Өлең ойнап, оны әйел де еркек те естиді. Баласымен өткізген жылы кездерін есіне алады. Қалай қыдырғандары, есік алдында футбол ойнап, қыз үйдің қабырғасын сындырғаны, қалай өскені, алғашқы махаббатын, достарымен ойнағаны, бірінші сыныпқа барғаны және ол жақтан енді қайтып келмегені есіне түседі. Одан қалған соңғы сөздері SMS түрінде келеді. Егер маған бірдеңе болса, сіздерді жақсы көремін. Анимация осымен бітті десе болады. Ата-аналары қызды жақсылықпен еске алғаны деп ойладым. Не ойлағанымды айтайын. Неге ата-ана қызды жоғалтқанда бір-біріне суық? Бұрын бір статистикада балаларын жоғалтқан жұптың ажырасуы 90% деп оқығам. Бұл ақпарат рас па білмеймін, бірақ пайыз өте үлкен. Әрине әркімде бөлек оқиға. Баланың жасы, жалғыз бала ма, ата-ана бірге қанша жыл және тағы басқа әсер етеді. Қалай десек те, ортақ бірдеңе болу керек деп ойладым. Неге жұп ажырасады? Мүмкін біреуіне екіншісі үлкен жоғалтқанның себебін еске салатын шығар. Бірақ анимация визуалды неге солай екенін түсіндіреді. Естеріңізде болса, анимация басында екеуінің үнсіз көлеңкелері ұрысып жатады. Үнемі сияқты. Бір-біріне сөз айтпай, әрқайсысы іштей бір-бірін кінәлайды. Авторлар бұл көлеңкеме не айтқысы келді? Менің ойымша бұл жай ғана ішкі әлем. Менің фантазиям супер. Сөйтіп, көлеңке ол ішкі қайғы, ойлары. Бөлмеде өлең ойнағанда үшінші көлеңке кішкентай бала шығады. Демек, ол өлгеннен кейін үйде болмаған. Өйткені ата-анасы осыны еске түсірмеу керек дейді. Үйде болмады дегенім, қызды ешкім есіне алмаған. Ата-ана ұмытуға тырысқан. Негізі көп адам осыны бастан кешіреді. Ортақ бала бола тұрып ажырасу. Осыдан қашу шешімі қайғыға алып келеді. Ой ол мидағы шешім. Әрине адамды ойдан шығарып тастауға болады. Ол ешқашан болмағандай. Алайда ол өзін алдау. Қайда барсақ та сенде балаң болған, бірақ тірі емес. Анимация ол өлімді қабылдау. Ата-ана қызды ойдан шығаруды тоқтатқанда, қыздың жоқтығын қабылдағанда, олар еркін өмір сүре бастайды. Мүмкін бақыт та болатын шығар. Баласыз бақыт. Өйткені баланы еске алғанда, бала бірге болады. Менің ойым осы. Осымен бітті. Арнаға тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.